Бала кезімде егер біреу маған әлеуметтік желілерде тіл тигізсе, мен бәрін жүрегіммен қабылдап, әр ащы сөздерге жауап беріп, біреуге бірдеңе дәлелдеуге тырысатынмын. Содан кейін агрессиямен жауап беретінмін. Уақыт өте келе комментаторларға көңіл аудармауды ұйғардым. Қалай болғанда да шындығында маған ренжитін еш нәрсе жоқ. Біз тек ақыл-ойы дамымаған балаларымыз және жасына байланысты бәрін қастандықпен қабылдаймыз. Егер балалар қандай да бір идеяны ұстанатын болса, кез келген қарама-қайшы пікір олар үшін жай қоқыс болып табылатынды. Сонымен қатар көп балалар өздерін әртүрлі мәселелерде жеткілікті құзыреттілікке ие деп санайды. Сондықтан олар әр нәрсені соншалықты құлшыныспен қорғайды. Өйткені олардың пікірі басқа адамдардың пікірлерінен маңызырақ деп санайды. Яғни қарапайым максимализмнен басқа ештеңе емес. Оның үстіне, егер сізге тіл тигізген адамға дәл солай жауап берсеңіз, одан айырмашылығыңыз неде? Сондықтан балаларға ренжудің еш мәні жоқ екен. Сәлем достар, сіздермен бірге қарапайым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл теманы жалғастыратын болсақ, тұтас этностық қауымдастық немесе ұлт ренжіген болса, бұл басқа әңгіме. Мысалы, ақш-тағы BLM бүліктері, ақ нәсілді полицейдің қара нәсілді азаматты ұстағаны заңсыз әрекетіне ызаланған афроамерикандықтар көшеге шығып тәртіпсіздіктерді бастады. Мұнда полиция қызметкерінің әрекеттері расизм ба, немесе жай ғана қызмет бабын асыра пайдалану болды ма деген ұзақ сауал негізінен маңызсыз әңгіме. Өйткені белгілі бір ақ полицейдің әрекеті ешбір жағдайда ақштың қалған ақ нәсілді тұрғындарының көзқарасы мен дүниетанымының бірдей екенін көрсетпейді. Оны түсінбеген, түсінгісі де келмеген қара халықтың негізгі бөлігі бұған ызаланып, ақырында олар күрескен расистерге өздері айналды. Мысалы, көшеде ер адам өтіп бара жатқан кезде оны афроамерикалықтар ұра бастайды. Оны тек қана ақ болған үшін ұрады. Ол үшін ол кінәлі емес қой. Бәлкім оның көзқарасы афроамерикандықтарға ұқсас болар. Ал оны тек түсі үшін ұрып тастайды. Яғни олар бұл ренжішті өз зорлық-зомбылықтарын ақтау үшін пайдаланды деген тұжырымға келуге болады. Тағы бір мысал, Борат фильміне ренжіген біз қазақстандықтар. Енді негізгі тақырыпқа фильмнің сюжетін жылдам қарастырайық. Бірінші бөлімде Қазақстанның тумасы делінген адам туралы айтылады. Ол жергілікті арнаның репортері болып жұмыс істейді және оған Америка құрама штаттарына барып, Америка туралы деректі фильм түсіру үшін үкімет демеу жасайды. Я люблю секс. Нравится. Это моя государство, Казахстан. Он середина между Таджикистан, Киргизстан и еще урюки узбекские. Здесь моя город Кушкек. Это Уркин, насильник местный. Нехороший. А вот здесь наш детский садик. А здесь живет Мухтар Саханов, местный механька и аборт-махер. Это моя хата. Заходи, пожалуйста. Он моя сосед, Нурсултан Тюлякбаев. Боль в моя дырка задница. Я делаю окно, все из стекло. Он тоже делает все из стекло. Я делаю камин, он тоже делает камин. Я закупаю радио. Он не накопил. Радостно. Это Наталья. Она мой сестра. 4-е место проститутка всего Казахстан. Нравится. Америка құрама штаттарына түсірілім кезінде ол Памела Андерсонға ғашық болады да және оны ұрлап үйленуге бет буады. Сонымен қатар, Американы аралау кезінде ол қарапайым американдықтармен кездесіп сәйкесінше сұхбаттасады. Бұл фильм қазақтарды қатты ренжітті. Біз Борат сияқты өмір сүрмейміз, біз апаларымызбен ұйықтамаймыз, дәретхананы қалай қолдануды білеміз және Борат көрсеткендердің бәрін жасамаймыз деді. Ал Борат 2 фильмінің трейлері шыққан кезде бізбен дизлайкталып, көзіміз ызаланудан тұмандалып, фильм не туралы айтқысы келгенін ойлаттырмады. Сонымен эмоциясыз фильм не туралы екенін анықтауға тырысайық. Егер сіз бұл фильмнің қалай түсірілген интернеттен ақтарып іздесеңіз, онда сіз көп нәрсе туралы ой жүгірте аласыз. Мысалы, бұл фильмге басты кейіпкерлерден басқа қатысқан адамдардың көпшілігі актер емес. Қарапайым американдықтар болған.
Оларға біз Қазақстанға Америка құрама штаттары туралы фильм түсіріп жатырмыз және сіздермен сұхбаттасқымыз келеді деп айтылған. Сондықтан фильмдегі барлық реакциялар шынайы болды. Түсірілім кезінде бірнеше рет адамдар полиция шақырған. Саша Барон Коэн түсірілім кезінде полицияға ұсталған екен. Бұл гипертрофияланған Борат фильмінің кейіпкері американдықтармен сөйлесіп, американдық қоғамның барлық ішкі дүниесін ашқан. Біріншіден, ол американдықтардың қазақтардың шынымен қалай өмір сүретінін мүлдем білмейтінін көрсетті. Яғни сіз Саша Барон Коэнға ренжідіңіз, бірақ американдықтарға ренжімедіңіз. Олардың ешқайсысы іс жүзіне қазақтар олай өмір сүрмейді деп айтқан жоқ. Сонымен қатар, Борат Қазақстан туралы әртүрлі қисынсыз ертегілерді айтса да, адамдар өздерінің надан екендіктерін көрсетіп, өздерінің шынайы бейнелерін көрсетті. Мысалы, Борат бір ковбоймен гейлер туралы сөйлескенде, Борат Қазақстанда оларды түрмеге жауып тастайтын еді десе, ол жігіт оған: біз де бұған қол жеткізуге тырысамыз деп жауап береді. На всех фотографиях, что я видел, все террористы, эти всякие там мусульмане, точь-точь как ты. Волосы, усы черные. Да. Сбреешься, черт их дери, чтобы не быть уж таким приметным. Будешь похож, может, на итальяшку или еще кого, уже Да. никто лишнего не подумает. Я вот всякий раз на такого гляжу, вон мусульманин идет, бомба к его пузу привязана. Да. А ты, наверное, не мусульманин, и твоя религия совсем я другая. казах, я молюсь да, Соколу. похож на одного из гадов. Вот когда все кончится нашей победой, когда надерем им задницы, Да. и все они будут висеть на фонарях, Да. ты уже сможешь доказать, что свой, и тебя узнают, и тебя примут. Удачи. Спасибо. Целоваться не буду. Чего так? Тут у нас целуются только вот такие, которые вот такие. А, они лоли-лоли, Да, ясно. Стерегись целовальщиков. Ладно. И сам ни с кем не А в целуйся. мой страна их сажай в тюрьма, закрывай в камера и там кончай. Сажают и казнят? Да. И мы хотим добиться этого. Дай 5. Спасибо. Яғни бұл адам ешқашан американдық теледидарда олай айтпайтын еді, бірақ оған фильм тек Қазақстанда көрсетіледі деп айтылғандықтан, оған шынымен ойлағанын айтуын мүмкін берді. Бұл фильм басқа қоғамдар туралы ештеңе білмейтін, мұхиттың арғы бетінде жабайы адамдар өмір сүреді деп шынымен ойлайтын және өздерінің күнәлары бастан асып жатса да, басқа елдерді әртүрлі күнәлармен айыптайтын американдық қоғамды айыптаушы. Бұл фильм американдықтардың өзін ойландыруы керек еді, бірақ көптеген американдықтар да ренжіп қалды. Әсіресе осы фильмге түсірілгендер қатты ренжіді. Көбісі фильмдегі жалынды сөздердің кесірінен жұмысынан айырылып, Борат кинорежиссерларын сотқа берді. Таң қаралық қой, бүкіл фильмдегі ең мейірімді және ең позитивті кейіпкер жезөкше болып шықты. Бұл американдық қоғамның бетіне шапалақ болды. Американдықтарға «Посмотрите, кто вы такие» деп тұрғаны ғой, сондықтан қазақстандықтардың бұл фильмге ренжуінің мағынасы жоқ. Біз мұны қарастырдық. Жарайды, бірақ бәрібір бір сұрақ қалды. Қайтсек те біз неге ренжиміз, неге ызаланамыз? Ой, бұл өте қызықты жағдай. Қараңызшы. Алғашқы фильмнің шығуы қазақтың ұлттық ерекшелігінің өрлеу уақытына тап болды. 2006 жыл, әлемдік дағдарысқа дейін 2 жыл уақыты бар. Мұнай өте қымбат бағамен сатылуда. Адамдар баяу Жигулиден Тойотаға отыруда. Сонымен қатар алғашқы қазақстандық тарихи блокбастер «Көшпенділер» фильмі шығады. Қазақстан орыс аюы, Қытай айдаһары мен американдық бүркіт арасында әлемде және әлемдік экономикада өз орнын тапқандай болды. Сол уақытта Қазақстанда шынымен бұрын-соңды болмаған өркендейміз деген иллюзия пайда болған болатын. Мәдениеті әлемге нық орныққан Қытай және Ресеймен көршілес болған біз олардың көлеңкесіне жүргеніміз түсінікті. Соның үстіне ұлттың қалыптасуы жүріп жатқан кез еді ғой. Кім ойлаған сол кезде батыстан шапалаққа тап боламыз деп. Осыдан ақымақ жаңалықтардың тамыры осы жерден. Шыңғысхан қазақ болған, қазақтар Аттиламен мақтануы керек, және бұл тақырыпта талай кітаптар жазылған. Басқа елдерде де осындай құбылыстар бар ма? Әрине бар. Мысалы, тәжік диаспорасының Наша Раша сериалына тыйым салу туралы үндеуін бірден еске түсіремін. Демек, кіші елдердің комплексі мұнда ерекше құбылыс емес, және мұнда тек Қазақстанның өзі басқа шағын елдердің фонында ірі болғандықтан ғана байқалады. Ең басты білу керегі, ұлы елдердің проблемалары да ұлы болады. Альберт Эйнштейн, Тесла, Менделеев, Маркс сияқты ғалымдар өздерінің ұлтымен мақтанғанынан ұлы болған емес. Керісінше,
осындай төмен идеяларға көңіл бөлмегеннен өз істерінің мастері болды. Сонымен неге Қазақстан? Жалпы Еуразияның орталығында ешкім білмейтін ел бар екенін көріп, неге осы елді алмасқа деп таңдаған? Дәл солай олар Гондурас, Уругвай, Конго, Қырғызстан, Өзбекстан секілді елдерді таңдау мүмкін еді. Неліктен бұл аймақтарды таңдады? Неге Франция, Англия емес? Өйткені бұл біздің қазіргі әлемдегі тағдырымыз, нарықтың шетіндегі қалпақтар, чуркаларымыз. Сондықтан сіздер 10 президентті ауыстырсаңыз да, барлық еуропалық заңдарды орнатсаңыз да, біз әлемдік капитализм столында халықтармен күн көреміз. Неліктен? 19 ғасырдың соңында әлем спектакліндегі рөлдерді бөліп алған 6 миллиардтың елдері бар, біз сияқты жанармай бекеттер бар, мына жерде жеміс-жидектер мен көкөністерді кредитке сататын елдер бар, ал мына жерде әлемдегі зауыттар бар, олар қажет тауарларды шығарады. Ал үкімет ақшаны алып білімге салып, ақылды бала жарытса ше деуіңіз мүмкін. Ондай азаматтар и так бар. Украина, Чехия және Белоруссия елдерінде де жетіп жатыр. Әлемге олар толы. Бірақ білімді бала білімін пайдалану үшін дұрыс условия болу керек қой. Сондықтан сол условия үшін батыс компанияларға жұмыс істеуге, немесе әртүрлі Microsoft корпорациясына, шетелдегі Google-ға миграциялауға тура келеді. Ал олар үшін біз бәріміз билеуші тапқа қызмет ететін аттары қиын елдердің иммигранттарымыз. Мен бұл жерде бір елдің екінші елге қатысты экономикалық саясат туралы айтып отырмын. Және қазіргі жүйенің шеңберінде біздің борат имиджінен шығудың жолы жоқ. Бірақ адамдар мұны түсінбейді. Олар біздің Қазақстанымыздың қандай әдемі екенін, қандай әдемі ғимараттарымыз бар екені туралы бейне материалдар түсіреді. Иә, әдемі, иә бар, бірақ бұл мынаны жоққа шығармайды. Біз жанармай құю бекеті екенімізді жоққа шығармайды. Біздің батыс экономикасы үшін абориген екенімізді жоққа шығармайды. Тек тағы да қайталап айтамын. Бұл күнделікті ұлтшылдық туралы емес, дамыған елдердің басқа елді экономикалық тұрғыдан сегрегациясы туралы. Бұл борат имиджінен құтылудың жалғыз жолы біздің елдегі сыбайлы жемқорлықты, адамдар арасындағы теңсіздікті бір ауыздан жек көру. Мен мұны тек қазақтарға емес, жалпы барлық борат елдеріне бағытталған деп айтамын. Тіпті бәріне. Ақымақ алыстағы нәрселерге ренжудің қажеті жоқ. Шынымен де назар аудару керек. Бізді қорғайтын елде көп нәрселер бар. Эмоциясыз талдаңыздар, ойланыңыздар. Сіздің эмоцияларыңыздың көзіңізді жұмуына жол бермеңіз. Осы нотамен мен сізді жиналған ойларыңызбен жалғыз қалдыруға мәжбүрмін. Бейнемен бөлісіңіз. Келесі бейнелерді жіберіп алмау үшін біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Отбасыларыңыз аман болсын.